Ассалаумағалейкум. Кеше көп жерге барып жүзім қиған кезде байқағаным, жүзімдер кейбіреулер көп витамин бергеннен қатты қалың болып кеткен. Осының аралары да ашық болып кеткен. Одан кейін тағы да біреулері мысалы көбі күзге қарай өскен, содан қурап қалғанда. Аллаға шүкір, мен витамин, су беру барлығы дұрыс болса, мен осындай өлшемде өседі. Осылар жақсы жеміс салады. Уақыттың қалуымен енді осы жыл жеміс салу керек. Мыналар 3-ші жыл болып отқан жүзімдер. Осылар жақсы жеміс салу керек осы жыл. Бәрі осылай қаралғаннан кейін бәрі бірдей өскенде менде осы тамшылап суару, бұлар ешқандай шлангымен істелген жоқ. Қалдықтарын қарасаңыздар, бірдей бәрінің 10 сантиметрде, несі де қалыңдығы да карандаш сияқты. Бәрі оны қарасаңыз